мукбангты құртпен. Және осы видеоның алдында қарағанмын. Ең просмотры көп видеолардың бірі 79 000 просмотр. Сондықтан да тағы да түсіргім келіп отыр құртпен. Кім құртты жақсы көретін болса, мынадай міне құртты. Лайк басыңыздар. Жарайды. Мына жерде өзіме фьюсти құйып алдым. Және бастаймыз. Мынау құртты жегім келіп отыр, шын айтсам. Мынадай түсті. Бұл білесіздер ме қандай құрт? Бұл тәтті құрт. Құлпынайдың дәмімен. Өте дәмді. Мен құртты өте қатты жақсы көрем. Мынау тәтті құрт жақсы екен. Мынау да. Бұл ақ түсті. Бұл да тәтті құрт болу керек. Бұл андай жай ғана сүтті дәмі, сливочный. Күшті, тәтті. Қалғандары ол андай тәтті құрт емес, жай түсті немесе ащы құрттар. Әртүрлі дәмдермен. Мынаны көрейік осы. Жақсы шамалы. Тұздылау. Құртты жесең, бірақ қатты шөлдесің да. Түсті. Келесі. Мынау алдындағы мукбангты көрген болсаңыздар, сіздер білесіздер. Мыналардың барлығы мынау қызыл түсті. Қызыл бұрыштың дәмімен. Мынау әртүрлі шөптермен болатын. Бұлардың барлығы сол құрттар. Тек жаңалары мынау тәттілері. Мен тағы да тәттісін жегім келіп отыр. Маған ұнап қалды тәтті құрт.
кейін, тәтті құрттан кейін мынадай құртты жесең кәдімгідей андай қышқылдау сияқты. Мынау да тәтті құрт болу керек. Білесіздер ме, бұл андай ірімшік сияқты бір жағынан. Ірімшік өйткені тәтті болады ғой. Бірақтан бұл құрт. Енді қайсы түрі мынау жегендерімді шын айтсам қайталап жегім келмейді. Мыналары мен осы алдыңғы видеода осының қазақшасын білмеп едім. Маған комментарийде сосын жазған көбісі қалай аударылатын, копченый орысшасы, қазақшасы сүрленген дейді, кей жерлерде қақталған, кептірілген дейді. Жалпы мен оны жегім келмейді. Мүмкін нан жеп көрерміз. Бұл бірақ тәтті құрт емес ау деймін. Тұщы құрт. Көп жей алмаймын. Қышқыл. Тағы да тәтті құрт дейміз бе? Құлпынай. Шайым бітті. Қалған құрттары. Достар, бұл жарнама емес, шыны керек. Бірақ маған бұл осы дүкен деп айтса, компания ма білмеймін. Енді осы құртты жасайтындар ұнайды маған. Бұл инстаграмдан мен алам. Осымен осы екінші рет тапсырыс беріп отырмын. Алматыда бар, және де Астанада бар, қателеспесем. Астанада, мүмкін Шымкентте бар ма тағы. Енді керек болып жатса инстаграм, осы видеоның комментарийсіне жазып кетермін. Ұмыт кетпесем.
сіздерге енді видео ұнады деген үміттемін. Әрине мынаның бәрін тауысу мүмкін емес. Мен осындай тапсырыс бергенмін. Әртүрлі ассорти микс дегенін 700 грамм, осының ішінде 700 грамм болу керек. Өзіңіз қаласаңыз кішкентай 500 грамм немесе 1 килограмм, әртүрлі размерлері бар. Кейін қызық болып жатса қарарыздар инстаграмнан. Ал онда біз аяқтаймыз видеоны. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Барлықтарыңызға көп рахмет, жазылып жатқандарыңызға, жылы комментарийлеріңізге. Мен сіздердің барлықтарыңызды өте жақсы көремін және алдыңғы уақытта тырысамын сіздердің ұсыныстарыңызды орындауға. Өйткені білем, көптеген орындалмаған ұсыныстар бар және біраздан бұрыннан бері жазып келе жатқан мукбанг пицца туралы, аяқ киім дүкені туралы, тағындай косметолог. Енді косметологты мен алдында түсіргенмін. Мұғалім, қатал мұғалім дегенді көбісі сұрайды және көбісі андай грубый видеоларды сұрайды, ролевой ойындарды. Маған шын айтсам, андай грубый болған қиын сияқты. Бірақ бір кісі жазыпты, кеше оқып едім, сізге былай мейірімді болғаннан гөрі андай грубый, өзінше болған жарасады деп. Мен шын айтсам таң қалдым, енді бір жағынан білмеймін, маған шынымен де сондай жарасады ма, андай өзінше болып отырған бір алдындағы мақтаншақ деген сияқты осындай рөлдер. Енді білмеймін, өмірде мен ондай емеспін, ойламаңыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды құшақтадым, беттеріңізден сүйдім.